Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгін 1 желтоқсан. Міне кезекті және шылаушан алушыларымыз келді. Бұл жігіт өткенде шылаушан алып кеткен. Бүгін тағы да сол шылаушандарды көбейту мақсатында міне мына жерден шылаушандар алып жатыр. Тағы да міне салдық. Коробкалар уже шытқа машинаға тасып жатқан. Ал Нұрғали енім шылаушан алушылар, қызығып жүргендер, мен өткенде жолы алғам, тағы да келіп алып кетіп жатырмын. Мен өз жерімді тыңайтуға алып жатырмын бұны. Дұрыс. Өзім 1 гектардай жеріміз бар, біздің сол жер әбден отырды да. Соны енді биогумуспенен жерді құнарландыру керек. Соған қызығып жатырмын. Дұрыс. Сол өзіміз бұрын картошка егетінен соңғы жылдары вообще болмай қалды да жерімізден. Жер тозған. Жер бұзылды. Енді осымен енді жақында білдік, бізді осы 1 айдан бері зерттеп жүрмін группалардан. Осы енді осы өткенде алып кеткем, енді осы екінші алып кетіп жатырмын. Құдай қаласа, үстіп көбейте береміз, биогумусты қамтамасыз етеміз, Қазақстанда үлкейте береміз жерлерді. Осы бастамасы пока. Кәсібіңе береке берсін балам. Бүгін шаршады қазаннан бері өзі. Жұмыс керемет болып жатыр, сыртта да іште де жұмыс. Кәсібіңе Алла береке берсін. Осындай жастардың қатарымызға қосылғанына мен өте қуанамын. Өйткені осындай жастар биогумус өндіріп, мына Қазақстанның жерін тыңайтуға ат салысу керек. Осындай фермерлер болу керек арамызда. Ал енді қадамың құтты болсын, бауырым. Алла кәсібіңе береке берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Осы сенің ісің өзің қатарлы жастарға үлгі болсын. Мен әрбір келген жасқа қуанамын. Өйткені жаңа елде келген жас жігіт ол да алып кетті. 2 квадрат метр, қазір міне сен алып жатсың. Істерің Алла берекетін берсін.